Қайырлы күн баршаңызға, есімім Айгерім. Мен сіздерге горох қосылған жылдам дайын болатын палауды дайындап көрсететін боламын. 400 грамм ет, 2 пияз, 400 грамм сәбіз, 1,5 кесе горох и 550 грамм күріш. 2 ошау май құямын қазанға. Қызып тұрған майыма етімді қуырып аламын. Жақсылап араластырып, бұл жерде менің етім тұздалмаған етті жақсылап араластырып, оттың астын шамалы басып, қақпағын жауып қоятын боламын. Міне 10-15 минуттың ішінде араластырып, ашып тағы да араластырып көреміз. Қуырылған етімнің үстіне, су ішіп қуырылған етімнің үстіне тұзын салатын боламын. Осы уақытта қуырылып жатқан біраз уақыт қуырамыз. Осылай қақпағын ашып қойып, содан кейін барып, үстіне пиязын салатын боламыз. Пиязын салғаннан кейін қақпағын жауып, біраз уақытқа бұқтырамыз, жауып қоямыз. Ол уақытта жұмыртқам да қайнайтын болады. Міне қақпағы жауып қуырылған пиязымыз бен етімізді араластырып көреміз да, одан кейін барып қақпағын ашып, біраз уақыт еті мен пиязын қуырып аламыз. Қуырылған дайын болған пияз бен еттің үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді де жақсылап араластырып, бұның да қақпағын жауып, 15-20 минутқа қақпағын жауып қойсаңыздар болады. Оттықтың астын жай қоямыз бұл уақытта да. Міне дайын болған сәбіздерімізді қуырылған барлығының үстіне түнде горохты мен түнде салып қойған болатынмын, суға жібітіп, сол горохымызды суын төгіп, бірге осылай қазанға салып араластырамыз. Бұның да қақпағын жауып қоямыз. Көп ұзақ ұстамаймыз, ары кетсе 10-15 минут. Содан кейін барып, жуып дайын тұрған күрішімізді саламыз. Күрішімізді де жақсылап салып, осы уақытта араластырып аламыз. Мен бұл жерде жылдам дайын болады деп жатқаным. Етімізді де бір жағынан туралған ет болғаннан кейін палауымызда етімізде жылдам пісіп, палауымыз тез дайын болатын болады. Жақсылап араластырамыз, міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Одан кейін қайнап тұрған су болмаса, жылы су құйсаңыздар да болады. Мен тұз салмадым, себебі қазір қайнап жатқан кезде, толықтай қайнаған кезде тұзы белгілі болады. Сол кезде қосымша тұз салсаңыздар да болады. Кімнің күріші қалай, өздерің жасап жүргенге байланысты. Менде күріш, мысалы, кейбір күріштер суды көп керек қылады, кейбір күріштер суды керек те қылмайды. Сол себепті де мен осылай өзімнің күрішті шамалы суға батырып саламын. Себебі күрішіміз не алмау керек, езіліп кетпеу керек. Міне салып, бетін жауып қайнаған күрішімізді осылай араластырып көріп тұратын боламыз. Біраз су тартылғанша оттықты басып, қақпағын жауып, өстіп көрсеңіздер де болады. Міне қайнап жатыр, бір келкі болып. Сол кезде тұзын көрсеңіздер болады. Тұзы кем болса, үстіне салып, араластырып қойсаңыздар болады. Осылай жасасаңыздар да палауларыңыз өте әдемі шығады. Жасап көруге кеңес беремін сіздерге де. Міне әдемі болады. Біраз уақыт қақпағын ашып, осылай су тартылғанша ашып қоямыз. Міне судың барлығын күріш бойына сіңдіріп алды. Солай осы қазанымыздың ортасына бір келкетіп домалатып, күріштерімізді жинап қоямыз. Одан кейін осы жинаған күрішіміздің арасына ауа кіріп, бір келкі бұқтырылып пісу үшін осылай жасаймыз. Менің видеомды толықтай көріп отырсаңыздар, достар, каналыма тіркеліп, рецепттерімді жасап көріңіздер. Міне осылай бұқтырамыз. 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне достар, менің күрішім дайын болды. Өте әдем болып шықты, езілмеді, бір келкі болып шықты. Менің күрішім де өте бір күріштер бар, молынан болып кетеді, бір күріштер аз болып қалады. Менікі молынан болып шығады күріштерім. 550 грамм күрішім осылай шықты.
керемет. Етім де жұмсақ, горохым да жұмсақ, күрішім де езілмеген. Түсі де қоңыр түсіп шыққан. Достар, өздеріңізде жасап көріңіздер рецепт бойынша. Міне қайнатылған жұмыртқамен осылай әдемілеп әрлесеңіздер де болады. Укроп сеуіп, қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Ал жасап көруге кеңес беремін. Рецепттермен бөлісіп отырамын. Тағы да алдағы уақытта қандай рецепті қалайсыздар? Астына комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Сау болыңыздар.